осы 98 жылынан бастап бізге жер бөлініп берген. Істеп жатырмыз. Мен өзімде 2,5 гектар болған, қазір менде 25 гектар алма бақ болды. Менің атым Мұхтаров Ахмет. Менің 3 балам бар, 2 ұлым, 1 қызым. Енді біз жас кезімізде біздің совхоз болған. Совхоз кезінде темекі өсіретінбіз. Енді темекі деген өте бір лас жұмыс. Біз жинаған кезімізде қолдарымыз қап-қара болып кететін, киім и жерді осы несінде жоқ тастайтын. Жердің күшін алып кететін, жердегі. Қазір темекін көрсек аллергия бізде. Істемейміз. Бұрын Байсейітте кіреберісте Байсейіт ауылы деп жазып қоятын и сурет салып қоятын. Сол ауыл немен шұғылданады, немен істейді. Соның ішінде темекі бар еді. Сонда Стенли Браун деген сол ағамыз айтатын, осы темекіні жоқ қылып тастап, соны орнына алма болсын, өрік болсын, соны деп сол ойы сонда бар еді, осы 98 жылы. Енді Құдай бұрса, қазір темекі жоқ, қазір бізде сол алма бар. Марқұм Стенли Браун деген ол кісі біз үшін бір күн болды. Біз айтамыз, бір факел деп қояды, жарықты ұстап алдында жүретін адам бар ғой. Жолды неғып жарық көрсетіп беретін сондай бір тұрмысымыз 180 градусқа бұрынғы жасап жатқан өміріміз, қазіргі өміріміз ол екі түрлі болып қалды. Қалжыңдайтынбыз, Сейшан аға, сіз әйеліңізден қорқасыз деп. Ол айтатын, мен қорқпаймын, мен құрметтеймін деді. Мен сол қараймын да, мен сол кезде көп арақ ішетін, темекі тартатын едім. Бұлай қараймын, ол кісі темекі тартпайды, арақ ішпейді, сонда таза, осы жанұясын құрметтейді, әйелін құрметтейді. Соны қарап, соның несіне біз өзімізге алдық та, темекі тартпай, арақ ішпей, сондай немен жүргенде, біздің осы жанұям да жақсы, балаларым да жақсы, бәрі құрметтейді. И біздің несі, жұмысымыз жақсы жүріп кетті. Құдай қолдады бізді. Енді мен айтам, Құдай бізге жіберген адам. Осы бұтау жолы, дәрлеу жолды, сол көзімізді ашып қойғанды сол кісі. Қайтадан бізге бір жаңа бір жол көрсетіп берді. Енді бұрын білетінбіз, енді тағы да бір жақсы бір білімді бізге көрсетіп, айтып, сол бұрын ұмытып қалған нәрселерін қайтадан қозғап, қайтадан соны қоланып, соны істедік, соны істеп жатырмыз. Басына бастап көшетті бекерге сатып алып, сол шаруаларға бердік. Осы Ұйғыр ауданынан, Панфилов ауданынан, осы Алматы облыстан біз оқушыларын жинап алып келіп, соланы үйреттік, бәрін тараттық. Сонымен бәрін қазір осы үйреткен балалар бәрі жұмыс істеп, сол балабақшамен істеп жатыр. Біз айтамыз, бір-бірімізден үйренуіміз керек. Бір-бірімізден үйренбесек болмайды. Сол Стенлиге айтатын сөз бар. Бір бағбанға барып, сол бағбаныңкі жұмысы сенің дұрыс емес деген сөзді айтпай керек. Әрбір бағбаныңкі өзінің білетін жолы бар. Әрбір бағбандан үйрену керек. Мен білгенімді айтам, ол кісі өзінің білгенін айтады, жол көрсетеді. Сол бірімізге көмектесеміз. Бас емес деген, бір бас емес деген.
Енді отбасыға маған өте әсер тиді. Енді олардың бабақша емес, бабақша мен шектелмейді да. Сол бір адаммен сөйлесу, бір адаммен үйреткенде қалай сөйлеу, жанұямен қалай тәрбиелеу, бәрінен маған ұнағаны Құдайды қандай тану. Құдаймен бір қандай жұмыс бастаса, Құдайдан сұрап бір жұмысны баста. Сол маған өте ұнады. Қазір қандай жұмыс бастаймын, бәріміз отырамыз, Құдайдан сұраймыз, жұмыс бастаймыз. Жұмысымыз әрқашан жақсы жүреді. Енді ата кәсібім мен бастаған бұл бизнес сияқты ғой. Балаларым үйреніп, балаларым істеп жатыр. Енді қазір немерелерімді қосып жатырмыз. Олар істеп жатыр, бабақшада алма жинайды, көмектеседі. Сондықтан келешекте тағы да бақ егетін ойымыз бар. Сол мен балаларымды үйретіп жатырмын. Енді Құдай бұйырса немерелерімді үйретіп, келешекте жақсы бақша жасауға ниетіміз бар, ойымыз бар. Сол жұмыс істеп, соң маған қарап мына көршілерім, солар қосылып, Ахмет істеп жатыр, неге мен істемеймін? Сол мен оларға сол маяқ сияқты болып қалдым, сол мен басадым, олар сол істеп жатыр да, көршілерім бәрі сол алма егіп, өрік егіп істеп жатыр. Соларға енді былай ғой, оларды ояту керек, түсіндіру керек, жол көрсету керек. Неге балық берме, балық ұстау үшін қамақ берген деп. Сіздер бізге қамақ бердіңдер. Балық бермедіңдер, қамақ бердіңдер. Қамақ бердіңдер, енді бәріміз сол, мысалы мен қамақ не қылдым, мен енді сол қамақпен тағы бір кісіді үйреттім осындай. Арақ ішпесе, темекі тартпаса, сол бір кішкене біз айтамыз ауылдығы несіне адамдардың бір жөніп алса, ол келешекте бізге де жақсы, келешек балаларымызға да жақсы да. Сондықтан менің әмде бір чоң арманым біздің өзіміздің иесіне бір гүлләш.